Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы нөмір 13 мектеп гимназиясында ұлттық құндылықтар тәрбиенің түп қазығы жобасы аясында шығармашылық пен шеберлік және жан есімін жаңартқан атты 2 бөлімнен тұратын жиын өтті. Карантиндік нормалар сақталған бұл кешке Мұнайлы ауданының басшысы Батырбек Демократұлы және аудандық білім мекемелерінің директорлары қатысты. Білеміз, біз әртүрлі деңгейлердегі біздің ұлттық салт дәстүрлерімізге қатысты шаралар ұйымдастырылған болатын бөліктерді, оны енді барлығы әрбір кабинеттерде бөлек-бөлек өткізілді. Осы мектептерімізде де әртүрлі құндылықтарға негізделген сабақтарымызды жүйелі жоспарға қойғанбыз. Қазіргі таңдағы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы-Тоқаевтың осы 10 күндегі жарияланған әр күндерге өзінше бір аттардың берілуі, бұның барлығы да осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асырылатын шаралар. Семинардың мақсаты ұмытыла бастаған әдет-ғұрыптарды, салт дәстүрлерді жастардың есіне сала отырып, бойына дарытып, және олардың отанға деген сүйіспеншілігін арттыру болатын. Бұл шара Мұнайлы ауданының білім бөліміне қарасты мекемелер арасында эстафета түрінде таралуда. Аталмыш эстафетаның жалғасы 9 мектепке жолданды. Бұл білім ордасында семинармен қатар Абай әлеміне саяхат клубының кабинеті ашылды. Жоба мақсаты Абай атамыздың еңбектерін оқушыларға дәріптей отырып, ұлы тұлғаның өміріне қызығушылығын арттыру. Жұмай Ғалымжан, Динара Арманқызы, арнайы абыройлы жаңалықтары.